Барлықтарына салам достар, сендермен бірге мен Духа. Достар, тақырыптан байқап тұрғандарына бүгінгі видеода бізде көптен күткен перекур жолының 5 бөлімі. Бүгінгі видео өте қызықты болды, сондықтан 2000 подписчикке добить етпесек, ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз достар. Алдыңғы видеода бізде осы iPhone-ның внешностін ауыстырамыз деп қалған едік. Енді қазір 60 мың рубльға осының iPhone-ның, біз цветін ақ цветке ауыстырдық сәл. Андай бір адам цветінен сәл ақшылау цветке ауыстырдық. Енді қазір мынау өтпейтін номерін ауыстырып тастау керек. Енді достар, осы перекур жолы сіздерге қарап тұрсам, сіздерге қатты ұнайтын секілді. Енді алдағы уақытта перекур жолын до конца шығарайын ба, әлде осы семья ашып сіздермен бірге дамытып бір видео шығарайын ба, әлде кереметтей қылып андай семьяны дамыту қылып ше. Бізде бірінші снят номера дегенді бастық, қазір номерін ауыстырып тастайық. Мында бір өтпейтін, бір қалтамдағы қабаған, бір андай запасной номер знактары салсақ, 799 NAH10 деген номерін қойық. Сәл ұяты жоқ номерін знакин не болса да, қазір біз осы iPhone-ды буға қарай апарып сатамыз. Алдыңғы видеода біздің Нұрас деген замымыздан берген номер знактарын білетін шығарсыздар. Енді сол номер знакты менде сатып алам деген бір адам бар екен. Мында сәл торговать етіп жатырмыз. 700 мың рубльға, мен осы немені номер знакты сатып жатырмын. Енді по рынку әрине кеткен жоқ, бірақ енді сәл рынығы 1 миллиондай деген. Енді бірақ мен 700 мың рубльға беріп жібердім. Енді достар, бүгінгі видеода сондай бір сауда-саттықпен айналысатын кереметтей видео болмайды. Енді бірақ сіздерге ұнаса болды, қалғанын мен өзім дальше шығара беретін боламын. Жаңағы Зиман Голд деген балаға, жаңағы iPhone-ның артынан және қойған ғой. И сол номерін знакты 777 ПКН ба, қалай ПХХ ма, сондай, номер знакты 09 регионды, 360 мың рубльға беріп жердім. Енді бұны бұрында мен түсіріп алған номер знакым, бұл қайдан бұрында осы серверға кірген кездегі, осы серверға енді кіріп нормально дамып жатқан кездегі түсіріп алған номер знактарым бірі. Енді так что достар, 360 мың рубльға бұл енді татиды деген ойдамын, стоит деген ойдамын, бірақ өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Ал достар, көріп тұрғандарыңызда мен осы iPhone-ды 5 миллион 750 мың рубльға сатқалы жатырмын. Енді пайди норм цена деп ойлаймын, бірақ өзімнің алдыңғы видеода қанша қалғанымды өзім ұтқаппын, плюстамын ба, минустамын ба, өзім даже білмеймін да. Бірақ енді түк білмегесін ба, сәл бір андай похылау бағаға саттым ба, бір нәрсе қылдым ғой. 5-7 договор. 5-7 негіз 7 дегеніміз, просто мен комкамен санап қойғам ба, енді 50 комка деп жазып жатырмын. Енді сәл комканы қосып жерген болады деген ойдамын. Енді бірақ онда тұрған ештен жоқ деп ғой. Енді так что 50 мың рубль жалко емес шығар. Давай лучше обмен на ЗАЗ дейді. Ой, ЗАЗ деп тұрған кезде скамить етіп кетер, так что 5 миллион 700-ге сатасайық тезірек. И все достар, біздің қалтамызда 19 миллион бар уже достар. Ойлаңыздаршы, с нуля біз дамып кеттік, яғни біз уже походу плюстамыз. Менің қалтамда уже 19 миллион 300 мың рубльдай бар. Перекуп деп сәл өзіме қарап жүрінші деген ғой, түрім әбіршіп кеткен, хотя сәл андай 19 миллионы бар адамға ұқсамай қалдым ба, бір нәрсе болып қалдым. Так что 400 мың рубльға мына очкиді алдым. Енді болады деп ойдамын. Айтпақшы достар, мына Мишаня деген скинді маған Мади деген дос балам берген болатын. Мадиді бәріңіз танитын шығарсыздар. Енді солай дос балам портретті салды. Ол бірақ видеоға түспей қапты. Енді қазір осыны мен очкиді тағып алам. И қазір очкиді тағып алғанша сәл скоростьті көбейте тұратын шығармын енді. Одан кейін достар, айта кететін жайт, осы перекуп жолы сіздерге ұнады ма, ұнамады ма, комментарияға жазып кетіңіздер. Если бітір дегендеріңіз болса, 10-шы сериядан біз осы перекуп жолын аяқтайтын боламыз. И дальше бізде жаңадан рубрика бастаймыз. Енді өздеріңіздің қалауларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Енді мен мына жақта очкиді дұрыстап жасай берейін. Достар, бір Софиядағы скиндағы адамның, мен 900 мың рубльға анау крылья бар еді ғой, крылья демоны ма бір нәрсе. Соны сатып алғалы жатырмын. Яғни 900 мың рубльға біз уже сатып алдық. Енді құттықтап қойсаңдар болады. Енді сәл Мишаня мен әдемі кетеді деген ойдам. Сәл хотя бы бомжға ұқсамай қалдық қой, әдемі болды бір. Сәл өз-өзіме қуанып тұрмын ше, қалай ойлайсыздар. Достар, мен Владимир серверінің экономикасын қатты білмегендіктен 5 миллионға, сумка мажора деген скинді алып, бір немен сумканы алып жатырмын. Енді бәрі айтып отыр ғой, бір трендтағы бір киімдердің біреуіне жатама,
бір нәрсе екен. Короче, енді мен так что қазір осы сумка мажораны киіп аламын да, өзім мажор болып жүремін ғой. Короче, сумка мажораны киемін де, одан кейін бұны перекупқа айналдырып бұйырса бір 5 или 6 миллионға сатып жүру деген план бар енді. Короче, достар, мен 5 миллион рубльға осы бір вагонды алып жатырмын. Енді по идее әдемі ценалы бұл дейтін перекупқа. И все, достар, біз успешно осы вагонды сатып алдық. Енді осы вагонды қалай сатқаным және де қалай плюсқа окупқа кіргенім жайлы видеоны келесі понедельникте шығаратын боламын. Оғанға дейін уақыт бар, және де сіздерге көп рахмет. 2 подписчикқа если давить ететін болсаңыздар, тағы осы сервердан 3 миллионға, короче, конкурс жасайтын боламыз. Так что, достар, тезірек 2 подписчикқа давить етіп тастайық. Және де айта кететін жайт, келесі ертеңгі видео өте қызық болады. Так что сіздер қатты дайындалыңыздар, ол видео енді көп шықпай кеткен видеолардың біреуі. Так что келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар. Пока-пока, чао.